Ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, сақ болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Көктайғақ тұман. Қазақстан бойынша 11 қарашаға арналған ауа райы болжамы. Астана, Алматы, Шымкент ауа райы болжамы. Синоптиктер еліміздегі 2025 жылғы 11 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды Zakon.kz. Қазгидрометр МК ұсынған мәліметтер бойынша еліміздің басым бөлігінде күн райы құбылмалы. Синоптиктердің болжамынша Қазақстан Республикасының солтүстігінде жауын-шашын, жаңбыр, қар түсіп, жел күшейеді, көктайғақ болады. Республика бойынша тұман түседі деп болжануда. Астанада көшпелі бұлтты шығады. Өткінші жауын-шашын, жаңбыр, қар, тұман болуы болжануда. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батыстан батысқа ауысады. 9-14 метр секунд. Түнде және де таңертең екпіні 15-20 метр секунд болады. Ауа температурасы түнде және де күндізі +1, +3 градус. Алматыда көшпелі бұлт шығып, өткінші жауын-шашын, негізінен жаңбыр жауады. Түнде және де таңертең тұман. Солтүстік-батыстан 3-8 метр секунд жылдамдықпенен жел соғады. Ауа температурасы түнде +2, +4, күндізі +7, +9 градус жылы болады. Шымкентте көшпелі бұлт шығады. Жауын-шашынсыз. Түнде және де таңертең тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан 3-8 метр секунд жылдамдықпенен жел соғады. Ауа температурасы түнде +1, +3, күндізі +12, +14 градус жылы болуы болжануда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыға ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.